Қазір Қаржаубайды кінәлап жатыр. Егер Қаржаубай сөйтпегенде, бүйтпегенде деп. Ал Қаржаубайға дейін сіздер келмегенде сол төбелес болар еді. Біздің қоғамның қазір бұл істі бақылап отырғанын бәріміз көріп отырмыз. Бұл сотталушылар мен жәбірленушілердің арасындағы ғана іс емес. Бұл біздің қоғамның күнделікті болып жатқан, күнделікті бетбұрысқа әрекет етуге жасалынған қадам деп ойлаймын. Шерзат қайтыс болды. Бұл небәрі 16 жаста ғана бала. Сіздердің біреуіңізге, тобыңызға емес, біреуіңізге қарсылық келтіре алмайтын бала еді. Бірақ сіздердің бойларыңызда мен ешқандай өкініш көріп отырған жоқ. Өкініштісі өзімнің әріптестерім де осы жерде сол Шерзаттың баласының тәрбиесі дұрыс емес болды дегенді айтты. Біз аға буынбыз. Әрбір сөзімізге жауап беруіміз керек. Шерзат өзі барып пышаққа соғылған жоқ. Сондықтан факт, адам өлді. Оны баяғыда Тауке ханның кезінде де қанға қан, жанға жан деген. Бұл нені білдіреді? Біз бұларды кінәсіз сотталып кетуін қалап отқан жоқ ешкім. Қаржаубай сіздерді жазықсыздан жазса сотта деп отырған жоқ. Қаржаубай өзінің баласын жоқтап жүр. Бірақ бұған ешқандай жауап болмайтын болса, бұл қылмыс ары қарай да жалғаса береді. Түптеп келгенде сіздер өздеріңіздің болашақтарыңызды қорғау керексіздер. Жауапкершілік ала білу керексіздер. Қараңыздар, мына бала өмір сүруге құқы болды ғой. Біз сіздердің осы күнге дейін шыны керек қаншама журналистер келді. Неге ешқайсысы мойындамайды деді. Мен айттым, әлі мүмкіндіктері бар. Соңғы сөзге дейін кейбіреулер кінәлерін мойындайтын шығар. Мына пышақтың 9 сантиметрлік бәгі 12 сантиметр кірді деген сөз, ол бар күшімен кіргізілді деген сөз. Барлықтарыңыз мойындап отырсыздар. Қылмыскер араларыңызда екенін біліп отырсыздар. Бірақ мен емеспіз деп отырсыздар. Ондаша не үшін бір-біріңізді қорғап отырсыздар? Яғни барлықтарыңыз да кінәлісіздер. Егер мен Әскентайға өткенде сұрақ қойдым. Сол күні сен Нұрболды шақырмай, Нұрбол өз кезегінде басқа балалар шақырмағанда төбелес болар ма еді дегенде сен жауап бердің маған. Жоқ, болмас еді деп. Ендеше неге қазір адам өлу фактісіне Қаржаубайдың өздерін кінәлап отырсыздар? Тыныш. Мен сізге ғана қарап айтып отқан жоқпын. Қазір дұрыс айтады, қоғамда дүрбелең болып жатыр. Қазақ екіге бөлінді. Қазір өз әрекетімізге егер біз жауапкершілік ала алмайтын болсақ, әрқайсымыздың үйімізде осындай қайғылы оқиға болады. Менің айтарым сол. Ата-аналар ренжіп жатыр, қоғам бізді кінәлап жатыр деп. Бірақ сіздер өздерін кінәлап жатқан жоқсыздар ма? Кешеден бері айтқаны Шерзат қайтыс болды, оның ажалы жетті деген сөз. Ол да қоғамда наразылық тудырып жатыр. Сіздер ата-анасыздар. Сіздер сөйтіп айтқаннан кейін сіздердің балаларыңыз қандай әрекет етеді? Мен қоғам үшін жаным ашып тұр. Бұл кісілердің кінәлерінің барлығы дәлелденді деп санаймыз, құрметті.